Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 165-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақытты сағатпен анықтау. Жеңіс күні. Бүгінгі сабақта сендер сағат бойынша уақытты, яғни сағат, минут, секундты анықтап үйренетін боласыңдар. Менің видеом пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Егер менің видеом ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бұл мен үшін өте маңызды. Бірінші есеп, әртүрлі сағаттарға қара. Әр сағаттағы уақытты анықтай аласың ба? Ақылы сағат, яғни сағаттардың түрлері берілген. Бізде осы сағаттар бойынша уақытты анықтай аласыңдар ма? Осы сұраққа жауап береміз. Екінші есеп, сағаттардағы уақытты дәл секундына дейін анықта және жаз. Бірінші күндізгі уақытты жазамыз, содан кейін кешкі уақытты жазамыз. Бірінші сағатқа назар аударамыз. Бұл сағат 7-ден 45 минут 5 секунд кетті. Ал кешкі уақытта атайтын болсақ 19 сағат 45 минут 5 секунд. Екіншісі 10 сағат 15 минут 30 секунд. Кешкі уақыты 10 сағат 15 минут 30 секунд. Енді кешкі уақыт 22 сағат 15 минут 30 секунд деп атаймыз. Келесі 3-ші сағат бізде 12-ден 15 минут 30 секунд кетті. Ал кешкі уақытта 00 сағат 15 минут 30 секунд кетті деп осылай жазып көрсетеміз. Үшінші есеп, шарт құрып шығаруымыз қажет. Үшінші есептің А тапсырмасы есепті шығар. Жеңіс күні мерекесіне орай ұйымдастырылған әскери шеру сағат 10-да басталып, сағат 11:15-те аяқталды. Әскери шеру қанша уақытқа созылды? Жауабын минутпен өрнекте. Басталды сағат 10:00-де, аяқталды 11:15-те. Енді қанша уақытқа созылған табу үшін баған түрінде азайтсақ болады. Баған түрінде азайтып көрсеттім. Яғни біздегі әскери шеру 75 минутқа созылды. 75 минутымыз 1 сағат 15 минутқа тең. А тапсырмасы есептің сандық мәндерін өзгертіп қайтадан шығар. Өздерің кез келген санды қойсаңдар болады. Басталды 9:00-де, аяқталды 10:20-да. Созылды қанша минутқа? Ол үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 10-нан 20-дан 9:00-ді азайтамыз. Сонда бізде 80 минут шығады. Әскери шеру 80 минутқа созылды. Ал сағатқа айналдырған кезде 1 сағат 20 минутқа тең. Төртінші есеп, диаграммада соғыс жылдары Қазақстанда жасақталып, майданға аттандырылған әскери бөлімдер туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Оны топтағы балаларға қойыңдар. Есептер құрастырып, оларды шығарыңдар. Міне бізде диаграмма берілген, осы бойынша есептерге кез келген сұрақ қоюға болады. Мысалға, әскери атқыштар бригадасы жасақталғаны табуымыз қажет. Атты әскер дивизиясы атқыштар дивизиясынан неше есеге кем жасақталған. Міне осылай сұрақтар қойып, осыған байланысты есептерді шығарасыңдар. Мен қазір шығарып көрсеттім. Өздерінде осыған ұқсастырып есеп шығарсаңдар болады. Бесінші есеп бізде сағат неше екенін анықта. Бірінші бізде 4-тен 35 минут 50 секунд кетті. Оған біз 1 сағат 35 минут 20 секундты қосамыз. Сонда бізде 6 сағат 11 минут 10 секунд шығады. Енді біз оған 5 сағат 5 минут 45 секундты қосуымыз қажет. Сонда мәнін қосқан кезде 11 сағат 16 минут 55 секундқа тең. Алтыншы есеп, шарт құрып шығарамыз. Мұқият тыңдаймыз.
Мектепте Ұлы Отан соғысы жылдарындағы фотосуреттерден көрме ұйымдастырылды. Бірінші залға 64 фотосурет, екінші залға одан 2 есе кем фотосурет қойылды. Ал үшінші залға бірінші мен екінші залға қанша фотосурет қойылса, сонша фотосурет қойылды. Көрмеге барлығы неше фотосурет қойылды? Бірінші зал 64, екіншісі біріншіге қарағанда 2 есеге кем. Демек, бізде есе кем десе бөлеміз. 64-ті 2-ге бөлеміз, 32. Демек, екінші залда 32 фотосурет қойылды. Ал енді үшіншіні табу үшін екіншіге қарағанда 30. Үшінші біздегі үшінші залды қосамыз барлығын. Бірінші мен екіншіге қарағанда үшінші залда бірінші мен екіншіні қосқан кездегі мәні бізде 96 шығады. Демек, үшінші залда 96 фотосурет қойылды. Енді барлығын табу үшін бірінші, екінші, үшінші залдағы фотосуреттерді қосып шығамыз. 64-ке 32-ні, оған 96-ны қосамыз, сонда 192 фотосурет болады. Көрмеге барлығы 192 фотосурет қойылды. Міне, сендер де осылай міндетті түрде шартын құрып шығарыңдар. 7-ші есеп. Сыныпта 25 оқушы бар. Олардың ішінде 5 оқушы шахматта, дойбыда ойнай алмайды. 18 оқушы дойбы, 20 оқушы шахмат ойнайды. Сыныпта қанша оқушы шахматта, дойбыда ойнайтынын анықта. Бізде жалпы бірінші ойнамайтын балаларды анықтап аламыз, ол 5. Дойбы бізде жалпы 18, ал шахмат 20. Барлығы 25 бала. Енді 25-тен 5 аламыз, 20. Демек, біздегі балдар 20 баланың ішінде шахмат пен дойбы ойнайды. Енді тек бізде 20-дан 18 азайтамыз, 18 оқушы ғой. Демек, 2 болады. 2 бала қалды, 18-ден 18 азайтамыз, 0 болады. 18 оқушы шахматта, дойбыда ойнайды. Өйткені 20-дан 18 алған кезде 2 қалады. Есеп түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.